Баршаңызға сәлем, сіздермен Айжан. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, әдемі пончиктарды әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге 200 мг жылы сүт, 50 грамм қант, 7 грамм ашытқы, яғни дрожжи. Венчикпен жақсылап араластырып, дрожжи кішкене көтерілгенше күтеміз. Дрожжи көтерілді, оған 1 жұмыртқа және 1 шай қасық ваниль қантын қосамыз. Кішкене араластырып, жарты шай қасық тұз қосамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін 400 грамм ұн қосамыз. Ұнды електен өткізіңіздер. Сол кезде пончигіміз жақсы көтеріледі. Қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Қолымызбен қамыр илейміз. Бөлме температурасында жылынып тұрған 50 грамм сары май қосамыз. Қолымызбен жақсылап илеп аламыз. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Бетін жауып, жылы жерге шамамен 2 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз жақсы көтерілді. Осы қамырды шамамен 5 мм қалыңдықта жаямыз. Мен кружканың көмегімен осындай домалақтар ойып шықтым. Менде кремге арналған насадка, осымен пончиктардың ортасын оятын боламыз. Пончиктарымызды пергамент қағазының үстіне противеньге қойып шығамыз. Кремге арналған насадкамен орталарын ойып шықтым. Орталарын алып шығамыз, оларды да пісіріп алуға болады. Полиэтилен пакетпен немесе пищевой пленкамен үстін жауып қоямыз. 20 минут күтеміз. Жақсы көтерілді. Енді 180 градусқа пешімізге 15-20 минутқа қоямыз. Қараңыздар, пончиктарымыз пісіп шықты. Менде илеген қамырдан 2 противень толы болды. Ендігі кезекте глазурьді дайындаймыз. Ол үшін 100 грамм шоколадқа ыстық 80 грамм сливки қостым. Жақсылап осылай араластырамыз. Шоколад біртіндеп ериді. Енді глазурға пончиктарды батырып аламыз. Кондитер мешогына ақ шоколадты салып, ыстық суда ертіп алдым. Ақ жолақтарды осылай жасап аласыздар. Ортасы жақсы піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайды, дастарханның көркін келтіреді. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Менің рецепттерімді өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.